Так, жігіттер, ассалаумағалейкум баршаңызға. Так, сіздерге бүгін жалпы fake GPS пен қалай жұмыс істеу керек екенін көрсетем. InDriver'ды. Например, InDriver. Міне искать рядом қосылып тұр. Так, былай істейміз. Бірінші, мынау GPS эмулятордың ссылкасын Telegram каналға қойып қоям. Telegram канал қай жерде десеңіздер, профильде менің личный кабинетіме кірген кезде төбесінде ссылка тұрады Telegram деп. Соның ішіне кірсеңіздер, сол каналдың ішінде осына бесплатный версиясы, бұған ешқандай ақша төлемейсіздер. Осыны жазып аласыздар бірінші. Сосын осыны жазып алғаннан кейін міне төбеде нені басамыз? Оң жақта троеточканы басасыздар. Новый маршрут дейсіздер. Егерде қай қалада болсаңыздар, қай қаладан керек, соны төбеден теріп таңдап аласыздар. Мен Павлодар, Қарағанды жүрем. Қарағанды дейсіздер. Бескенде қазір Қарағанды шығады міне. Қарағандыға кірді. Сосын намын басасыздар да новый маршрут дегенді басасыздар. Мына ручной тұрады, оны автоматически қосасыздар. Сосын кейін сызасыздар. Сызғанда андай короткий қылып сызыңдар. Бет алдынан бүкіл қаланы сызып жүрмеңдер. Қай жерден примерно заказ керек, сол жерден сызыңдар. Мен просто примерно Осман районында үйікті көрсетем. Так, міне былай істеймін да, мына жерден басып сызып тастаймын, в общем. Бастым. Орбитаға апарам. Сосын кейін мына жаққа апарам. Бүйтем. Сосын былай істеймін. В общем, примерно көрсетіп жатырмын да. Сөйтіп сызасыздар. Естіп. Сосын былайынан сызасылам. Қиғаштан. Так, сыздым. Енді мына жерде сохранить деген бар. Соны басасыңдар. Маршрут 3 дейді. Сосын скоростын алам да, примерно 150 қойып қоям скоростын. 150 жақсы. Жылдам айналады. Жылдам қайтып кетеді да. Сол радиуста начать деймін. Болды. Симулятор қосылды міне. Айдап отыр. Мынау бесплатный версиясы, бұған ешқандай ақша төлемейсіңдер. Өйткені көбісін ақша төлемейсіңдер, соны түсіндім оны. Сосын InDriver'ға кірем. Міне. Айдап жүр, я. Заказ түсті ғой, мына жерге міне. Так-та. Мұқаным жаңа міне GPS эмуляторды қостым. Заказ бердім. Міне. Тура маған түсті, көрдіңіздер ме? Сөйтіп маршрутты қойып аласыздар. Әр қаланың маршруттарын міне закладка деген мына жерде Павлодар маршрут сохранить қойғаннан кейін осы жерде шығып тұратын болады. Сосын керек маршрутты аласыңдар да, бүйтіп таңдап, плейді басып жұмыс істей бересіңдер келесі жолы. Еще мынандай бір минус бар. Например, InDriver'да отырасыңдар ғой. Раздел попуткаға кірмеңдер міне. Міне мен қазір попутканы басам. Бұл қазір нетті көрік. Мынандай не болып қалады? Мынандай подозрительный активность болып қалады, түсініңіздер ме? Сол үшін бұл режимге кірмей, чисто InDriver'мен ғана отырасыңдар. Лентамен ғана отырасыңдар, маған кірмейсіңдер. Ал егерде осылай шығатын болса, қайттан барасыңдар да, X-ті басынан өшіресіңдер да, тазалайсыңдар да, қайттан былай кіресіңдер, в общем. Жұмыс істей береді.